Алу жалу өте жеңіл, әрі тойымды, әрі дәмді ас. Дәмі өте керемет. Майымызды салам. Кез келген майды қолдана берсеңіздер болады. Менікі тортасынан арылған сары май. Жуамды салам. Аздап қуырып алам. Сарымсақ салам. Енді сағайғанша қуырып алам. Енді сәбізімді салам. Және картоплымды салам. Енді екеуін қуырып аламыз. Морковь мен картоплымызды аздап қуырып алдым. Енді кәдімді саламын. Мінекей, аздап қуырылды. Кастрөлінің асты мындай қылып сарғая бастады. Енді мен суымды құямын. Мінекей, суымды құйып, енді қайнатуға қоямын. Қайнаған соң бетін жауып, әбден көкөністерін піскенше пісіремін. Осылай төртбұрыштеп кесіп алдым. Нан, батон қолдансаңыздар болады. 2 сарымсағымызды салам. Паприка салам. Және прованс шөптерді салам. Өсімдік майын құям енді. Жақсылап араластырып, -350 градусқа 10-15 минутқа қойып аламын, әбден сарғайып, күтірлегенше. Көкөністерім қайнады. Қасықпен қарағанда өте жұмсақ піскенін көріп тұрмыз. Мінекей, төрттен өткізілген сиырымды салам. Сиыр салғандықтан тұз салмаймын. Қалауымыз бойынша қара бұрышымызды салам. Өз қалауларыңыз бойынша саласыздар. Енді астын сөндіріп, блендермен қуатып аламын барлығын, майдалап. Мінекей, дайын болды. Енді құйып аламын. Мінекей. Жаңағы кептірген сухариктерімді салып, көп шөбімді салып ұсынамын. Ет жоқ болғанмен өте тойымды, әрі асқазанға жеңіл ас.